Қасқыр мен жеті лақ ертегісі. Ертеде бір ешкі жеті лағымен өмір сүріпті. Ешкі шөп жеуге, салқын су ішуге орманға барып жүретін. Ешкі кеткен соң лақтар есікті мықтап жауып, ешқайда шықпайтын. Ешкі орманнан оралғанда есікті тоқылдатып ән айтатын. Лақтарым, шынақтарым, тіректі алып, есікті ашыңдар. Аналарың келді, сүт әкелді. Желіннен сүт тұяқ ағып, тұяқтан жерге сіңіп жатыр. Лақтар тіректі алып, есікті ашатын. Ешкі лақтарын тойғызып, емізетін де қайта орманға кететін. Ал лақтар есікті тас қылып жауып алатын. Бір күні қасқыр ешкінің әнін тыңдап алып, ешкі орманға кеткен кезде оның үйіне барып, жуан даусымен ән салды. Балаларым, лақтарым, тіректі алып, есікті ашыңдар. Аналарың келді, сүт әкелді, тұяқтарым суға толы. Лақтар оған жауап берді. Тыңдап тұрмыз, бірақ бұл анамыздың даусы емес. Біздің анамыз жуан емес, жіңішке дауыспен ән шырқайды. Қасқыр ештеңе істей алмады. Ол ұстаханаға барып, ән айтқанда дауысы жіңішке шығу үшін таңдайын қайта соғып беруді сұрады. Ұста оның көмейін қайта соғып береді. Қасқыр үйге жүгіріп барып, бұтаның артына жасырынады. Ешкі үйіне келіп, есікті қағып тұр. Лақтарым, шынақтарым, тіректі алып, есікті ашыңдар. Аналарың келді, сүт әкелді. Желіннен сүт тұяққа ағып, тұяқтан жерге сіңіп жатыр. Лақтар ешкіні кіргізеді деп, сұр қасқыр келіп, оларды жемекші болған барлығын айтып береді. Ешкі лақтарын тамақтандырды, сүтке тойдырды, кетерінде ескертті. Үйге келген жанға және жуан дауыспен сұрана қалса, мен айтқан сөздерді айтпаса, есікті ешкімге ашпаңдар, ешкімді кіргізбеңдер, деді ешкі. Ешкінің кеткенін күтіп, қасқыр үйге тап беріп, есікті тоқылдатып, жіңішке дауыспен ән салады. Лақтарым, шынақтарым, тіректі алып, есікті ашыңдар. Аналарың келді, сүт әкелді. Желіннен сүт тұяққа ағып, тұяқтан жерге сіңіп жатыр, деп ән салады. Лақтар есікті ашты. Қасқыр үйге жүгіріп кіріп, бар лақтарды жеп қойды. Тек қана бір лақ пештің ішіне кіріп, жасырынып аман қалды. Ешкі үйге келіп, қайта әнін айтып шақырса да, ешкім жауап қайтармайды. Қараса, есік ашық тұр. Жүгіріп кірсе, іште ешкім жоқ. Пештің ішін қараса, бір лағы аман қалыпты. Жамандықты естіген соң, ешкі орындыққа отырып, қайғырып жылайды. Ой, балаларым, лақтарым, тіректі алып, есікті неге аштыңдар? Қасқырға жемтік болдыңдар. Неге бәрін менен көріп отырсың? Мен сенің лақтарыңды жегем жоқ. Қайғырғанды қой, орманға барып, серуендеп келейік. Олар орманда келе жатып, от жанып тұрған үлкен апаңды көреді. Ешкі қасқырға айтты. Қасқыр, кәне көрейік, кім апаңның үстінен секіре алады екен?
олар секіре бастады. Ешкі секіріп кетті, ал қасқыр секіргенде апанға құлап түсті. Сол мезгілде қарны оттан айырылып кетті. Лақтар ішінен жүгіріп шықты. Барлығы аман екен, аналарына қарай секірді. Осыдан кейін барлығы бұрынғыдай өмір сүре бастады.